Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге құпия хаттар айдары. Маған түскен хаттардан сізге бір үзіндісін оқып берейін. Маған бұл хатты келіншек жасы 33-те, қазір үлкен сынақты сыналып жатыр екен, депрессияда, стрессте. Сол хатмен сіздерге бөлісейін. Қайырлы күн. Менің қазір ойым шашыраңқы. Барынша түсіндіріп жазуға тырысайын. Қазір стрессте жүрмін. Өзімнің туған әпкем қайтыс болып, соның қызына опекун болып, қызыды үйге кіргіздім. Жолдасым қарсы болмады. Ол қызды 7 жылдай бақтық, өсірдік, мәпелеп өсірдім. Өз қызымда, өз балаларыма кем қарамадым. Қазіргі күйімді кімге айтарымды білмеймін. Қызы менен 13 жас кіші. Қыздың қазіргі жасы 19-да. Өзі студент. Әрине, оны мен оқытып жатырмын. Менің қызым болып кетті. Менің баққаныма бақанда 7 жыл болыпты. Сол қызбен күйеуім екеуі болып жүріпті. Сенесіздер ме? Менің күйеуім мен асырап алған, біз асырап алған қызбен жыныстық қатынасқа түсіп жүр екен. Оны қалай білдім? Түнде оянып су ішкім келді. Су ішкім келіп тұрғанымда екеуінің болып жатқанын үстінен түстім. Жай, дыбыссыз, ешкімге байқатпай қосылып жатыр екен. Көзім шок, өзім де шок болдым. Тіпті айтуға аузым бармайды, тіпті андай жаман нәрселер жасап жатыр екен. Ең жаманы, менің күйеуім қыздың астын сүйіп жатыр. Біздің қызымыздың астын сүйіп жатыр. Қызым жалаңаш, 2 қолы 2 жақта. Жолдасым жалаңаш, қыздың астын сүйіп жатыр. Қыз рахаттанып жатыр. Есік алдында демімді ұстап өліп кетердей күтіп тұрдым. Көргім келгені, білгім келгені, күйеуім ол қызға азғындық жасамасыншы. Екеуінің абайының қарым-қатынасты көніп тұрмын. Келісіммен жасалса да мен қуанайын деп тұрмын. Бұл үлкен күнә ғой, үлкен қателік қой. Қызым жалаңаш, жолдасым мәз, қыз рахаттанып жатыр. Екеуі тіпті бір ұнатып, жақсы көріп жатқандай көрінді. Барып шаштарына жұлғым келді, ұрғым келді, айқайлағым келді, өзімді барынша ұстадым. Соңына дейін біліп алайын, көріп алайын, өзіме сенімді болып алайын дедім. Сүймек тұрмақ, жолдасым олай мені сүймейді. Қызды аймалап жатыр, барлық жағынан сүйіп жатыр, мүшесіне дейін сүйіп жатыр. Одан кейін шолпылдатып болып жатты. Шолпылдатып болып жатқаны менің құлағымнан әлі кетпейді. Аяқтарым дірілдеді. Не сезінгенім, ішкі сезім бір Аллаға аян. Бітіргенде күйеуім алдымнан естен атып шықты. Ол шомылға кетіп бара жатып, сасқалақтап мені иығымнан қағып кетті. Кухняға барып күттім. Отырып күйеуіммен сөйлестім. Ажырасасың ба деп сұрадым. Ең сорақысы, менімен ажырасқысы жоқ. Менен сен ажырасасың ба деп сұрады. Не істерімді білмедім. Не істерімді білмеймін де. Барынша мән жайды анықтайын деп қызбен сөйлестім. Қызым-ау дедім. Қызым-ау дегенге де келмейді. Ең сорақысы, қыз екіқабат болып шықты. Бәрін білген соң қызы тексеруге апарғанда бәрі шықты. Сенбедім, тексерттім. Әрине анализ алдырттым, тексерттім. Барынша сенгім келген жоқ, бірақ қызым екіқабат. Қызымның сыныптасымен жүріп жатқанын білдім. Тексерген врачқа қай жерде кіммен жатқанын айтты. Қазір студент, универінде жігіттермен жатып жүр екен. Еркектер қыз емес, қызды біледі ғой. Күйеуім қыздығын мен алмадым. Қыз болмағанын біліп жаттым дейді. Соңғы 3 жыл бойына екеуі қосылып келіпті. Аяғың кімнен ауыр, тағы кіммен жаттың деп те ол қыздан сұрадым. Ол қыз үндемейді. Ішім алай-дүлей. Қай кезде қалай бөлініп қалғансың қызым-ау дедім.
сондай дәрежеге қалай түскенсің деп те сұрадым. Яғни менің қызым, мен асырап алған қыз жеңіл жүрісті қыз. Кіммен, қалай, қашан, ол қызға бәрібір секілді. Аяғының кімнен ауыр екен тағы да сұрадым қоймай. Универде бір жігіттермен қосылыпты. Баланың әкесі менің күйеуім де болуы ғажап емес. Айтыңызшы, маған не ақыл айтасыз? Ақылды қалай, кімнен тыңдайын, маған не айтасыздар, мен түсіне алмай жатырмын. Өтініш, аты жөнім көрінбесінші. Масқара, туатын болса баланы кімнен деп айтамын. Опекунство өзімде. Сотқа жүгінсем әкелік құқық алған адам қызға тиіскенін білсе күйеуімді жамандыққа қимаймын. Қалай бәрін ешкім зардап шекпейтіндей етіп шешсем болады? Универінде қосылған жігітке тұрмысқа шығарайын ба? Ол жігіт оны алады ма? Білмеймін. Басым дал, мең-зең. Аборт жасатсам, кейін көтеруіне әсер етпей ме? Оны да ойландым. Күйеуімне алшақ бол. Менің күйеуім басын айналдырған өзі дейді. Кіп-кішкентай болып қазіргілер бала емес бәле ғой. Күйеуім өзі жырынады, тиіскеледі дейді. Болшылы әңгіме айтатынды шығарды. Тиіскенімде кетер болмады дейді. Күйеуім еркек болған соң алданып қалдым дейді. Кімге сенерімді білмей отырмын. Ешкімге мұндайды тілемеймін. Құрметті оқырман, маған қандай ақыл бересіздер? Өтініш. Сотқа барайын ба? Әлі шынымен заявление жазайын ба? Болмаса қызды беріп жіберейін ба? Мен білмеймін. Осындай оқырманның хатына не деп жауап береді едіңіздер? Комментарийға міндетті түрде қалдырыңыздар.